Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Егер анарды үнемі пайдаланатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз сағат сияқты тоқтамай жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ кәріліктің сіздің есігіңізді ерте қағуына жол бермейді. Анар жемісі шырыны қандай дәруменге бай екені барлығымызға да таныс. Дегенмен, анар жемісінің ерекше қасиеттері мен пайдалы жақтарын біле жүргеніңіз жөн. Бірінші, анар адам организмін құнарлы заттармен қамтамасыз етіп отырады. Оның құрамында 15 түрлі амин қышқыл бар. Сонымен қоса дәрумендер мен минералдарға да бай. Анар калориясы төмен жеміс. 100 грамм жемісте бар жоғы 72 килокалория болады. Екінші, шырынын және жемісінің қабығын медицинада асқазанның жұмысы бұзылғанда, ал кепкен бұтақтары мен діңінің қабығын ішек құртына қарсы дәрі ретінде қолданады. Асқазаны ауыратындар, асқазан сөлінің қышқылы жоғары, гастритпен ауыратындар анардың ащы сұрыптарын пайдалануға болмайды. Үшінші, қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Төртінші, анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Бесінші, анар шырының иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ жаюға да кеңес береді. Алтыншы, анар құрамында калийдің мөлшері өте көп болғандықтан ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Жетінші, анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар шырыны сондай-ақ адамды буын қабынуына шалдықтыратын ферменттердің артуына кедергі жасайды және шеміршектердің бұзылуының алдын алады. Анар құрамында өте көп мөлшерде эстроген элементі бар. Бұл элемент әйел адамдардың сүйектерінің қаусап кетуінің алдын алады. Сегізінші, анар ағашы жұмақ ағашы. Ибн Аббастың жеткізуінше, біздің пайғамбар оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, анар дәндерін біртіндеп жейтін. Біз одан неге олай жасайсыз дегенімізде, жер бетінің бойында бір дәні жәннаттан болмаған бірде-бір анар ағашы жоқ. Мен осы дәндердің бірі жәннаттық деген үміттемін деп жауап берді. Анар косметика саласында да аса кең таралған. Ол теріні бос радикалдардың әсерінен қорғайды. Теріні қалпына келтіру процестерін белсендіреді, оны қоректендіреді және жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің тығыздығы мен созылмалдылығына ұлғайтады. 9. BBC телеарнасының хабарлау бойынша Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде зерттеушілердің бір тобы 65-70 жас арасындағы простат ауруына шалдыққан ер адамдардың бір тобын бақылауға алған екен. Бұл адамдар хирургиялық жолмен немесе лазерлік терапия арқылы простат ауруынан емделуге тырысыпты. Бірақ тексеру кезінде байқалған белгілерге қарағанда бұл адамдардың ауруы одан ары өршіп кеткен. Зерттеушілер ауруға шалдыққан осы адамдардың бірнешеуін таңдап алып, оларға күніне белгілі бір мөлшерде анар шырынын беріп тұрды. Бұл шараның нәтижесінде осы адамдардың простат ауруының өршу жылдамдығы анар шырынын ішкеннен кейін айтарлықтай бәсеңдегенін айтады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.